Сәлем достар, қысты күні кез келген тағаммен зор желінетін аджига жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керек қызанақ. Қызанақтың осындай ірі, тәтті түрін алыңыздар. Одан кейін болгарский, осындай қызыл түрін алғандарыңыз жақсы. Одан соң чеснок, яғни сарымсақ, ащы бұрыш. Ащы бұрышты қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Ас көк, қант, тұз қажет. Алдымен барлығын жақсылап 3-4 рет жақсылап жуып алғаннан кейін ет тартқыштан өткізу үшін алдын ала турап дайындап қоямыз. Шіріген жерлер міндетті түрде алып тастаңыздар. Кішкене ғана бөлігі қалып қойса, біздің салатымыз ашып кетеді. Дәл осы уақытта менің ет тартқышым, яғни мясорубкам сынып қалса бола ма? Енді не істеймін деп отқан кезде блендерімнің бары екен есіме түсіп кетті да. Осы блендермен жасап көрейінші деген едім. Қайта өте ыңғайлы екен. Тез жасап тастадым. Мысалына қызанақты бір 5 минуттың ішінде осылай барлығын блендерден өткізіп, осылай томатын дайындап қойдым қызанағымызды. Одан кейін болгарскийді да барлығы өте тез жасалынады екен блендермен. Барлығын алдын ала осылай дайындап қоямыз. Міне қараңыздар, өте күшті шығады екен. Өзімде қуанып қалдым ғой. Енді осы орайда біздің чесногымызды, яғни сарымсақтарымызды саламыз. Мен бұл жерде ірі бөліктерін пышақтың көмегімен майдалап алып жатырмын. Бұл сарымсақты да өте тез жасалынады. Оны да алдын ала осылай дайындап қоясыздар. Барлығын мясорубкадан өткізгендеріңіз жақсы. Одан соң ащы бұрышты байқаңыздар. Егер ащыны қатты ұнатпайтын болсаңыздар, бір 2 штугын, яғни 2 данасын қоссаңыздар да жетеді. Ал біздің үйдегілер ащыны өте қатты жақсы көргендіктен мен 6-7 штугын қостым. Олардың қанша килограмм қосқанын барлығын описанияда қалдыратын боламын. Мен осы блендермен езіп көрейін деп көрдім. Былай қарадым, бірақ дұрыс езілмеді. Сөйтіп мен оны алдымда, қараңыздар, дұрыс болған жоқ, бұлай ірі болып қалмауы керек. Сөйтіп мен алдын ала езіп алған болгарскийді үстіне 3-4 ас қасық қосып, сонымен бірге жақсылап өтіп алайын дедім. Енді қараңыздар, енді күшті шықты. Қайнатып алатын ыдысымызға барлығын салып дайындап қоямыз. Алдымен помидорымызды, болгарскийімізді, ащы бұрышымызды саламыз. Тек сарымсақ пен аскөктерімізді ең соңында салатын боламыз, яғни бір қайнатып алғаннан кейін. Ал көбісі сарымсақты бірге, осы кезде бірге басынан бастап қайнатып алады, ал мен оны дұрыс көрмеймін. 4 ас қасық тұзымызды, 3 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап араластырып, асты қатты отта қайнатып аламыз. Бір рет қайнап шығуы керек. Мінеке осылай жақсылап қайнады. Осы орайда шамалы ғана астын орташа отта қойып, одан кейін бетін жауып, кемінде жарты сағатқа жақсылап қайнатып аламыз. Мінеке арасында осылай 1-2 рет араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Жарты сағат уақытымыз өтті. Біздің салатымыз өте күшті қайнап жатыр. Осы тұста мен сарымсақпен ас көктерімді салдым. Бұл жерде ас көкте менде укроп, петрушка, және де укроп пен петрушка ғана, және кинза қоссаңыздар да салаттарыңызға ерекше дәм береді. Мен ас көкті барынша көп қосуға тырысамын, өйткені ол салаттың түсін де, дәмін де ерекше қылады. Және де 1 кесе сұйық майымызды құйып, тағы да жарты сағаттай қайнатамыз. Кейбіреулер сұйық майды да қоспайды, қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Тағы да орташа отта жарты сағаттай қайнатамыз. Осы орайда міндетті түрде банкілеріңізді стерильдеп алыңыздар. Мен жақсылап стерильдеп алдым. Жақсылап жуылған банкымызды кемінде 20 минутта стерильдеп аласыздар буда. Одан кейін бірден қайнап тұрған кезде құясыздар, жақсылап жауып аламыз. Мінеке біздің салаттарымыз дайын. Комнатаға міндетті түрде банкілерімізді теріс қаратып, үстін жауып, суығанша солай қалдырамыз. 2 күн өткеннен кейін салқын бөлмеде банкілерімізді сақтаймыз.